Маржан мен сандуғаш екеуі кішкентай кездерінен бері бірге ойнап күліп өсіп келе жатыр. Сандуғаш Маржаннан 2 жасқа кіші болса да, ерте есейіп, әрі ақылды, саналы қыз болғандықтан өз жасынан үлкендермен араласып жүреді. Сыныптастарымен емес, көбіне ұстаздармен, ересек адамдармен қарым-қатынаста болады. Маржан болса аздап еркелігі бар, жеңіл жүрісті қыз. Оның бұл жүрісіне отбасындағы жағдай да әсер етіп жатқаны анық. Басқан қадамын аңдып, белгілі бір шекарадан шықпауын қадағалап, ұрсатын жерде ұрсып алатын әкесі мен ағасы өзге қалада, вахтада жұмыс істейді. Анасы да күн көріс қамымен таңертеңнен кешке дейін жұмыста. Кейде түнгі ауысымда жұмыс істейтін кезде болады. Бәрі де Маржанның ағасы Шыңғысты үйлендіру үшін тынбай жұмыс істеп, қаржы жинауда. Сол себептен де Маржан қаржы жағынан қиналып, қалағанының бәріне қол жеткізе алмай күйзеліске түсіп жүр. Маржан мен сандуғаш аталас туысқан болып келеді. Әке-шешелері мен жиын-тойда бас қосқанда ғана жүздеспесе, арнайы бірін-бірі іздеп араласқан емес. Анасы түнгі ауысымда түскен кезде үйде жалғыз қалудан қорыққан Маржан құрбысын үйіне түнеуге шақырып алушы еді. «Анашым, Маржанның анасы түнгі кезекте екен, мені үйіне қонуға шақырып жатыр. Қызым, сол қыз маған ұнамай жүр. Оның үстіне ауылда ол жайлы түрлі қауесет тарауда. Бүкіл жігіт атаулы аңға шыққан аңшыдай соның үйінің маңын торауылдап жүреді деп естіп жатырмын. Ол қорқады ғой. Қорықса үйге келіп қонсын. Әкең мен ағаңнан сен үшін сөгіс естігім келмейді. Бармайсың дедім, бітті. Маржан, анам жібермей жатыр. Сені біздің үйге келсін дейді. Жаным-ау, сенің кішкентай інің мен сіңлің сабақ оқуға мұрша бермейді ғой. Телефонды жеңгеме берші, деді. Қазір анашым сізбен Маржан сөйлесемін дейді. Тағы қандай желеу айтасыңдар, берші кәне, не айтар екен, деді анасы. Сәлеметсіз бе жеңге, қалайсыз? Жақсы қызым, өзің қалайсың? Егер қорықсаң, біздің үйге келіп қон. Бізде саған бөтен емеспіз ғой, деді. Білемін ғой, бірақ ертең мектепке іс-шара болады. Әрі бітіруші сынып екенімді білесіз. Тапсыратын емтихандарым өте көп. Соған дайындық жасауым керек еді. Сіздің үйде кішкентайлар әбден жылап, сіздің жүйкеңізді жұқартып, менің кесірімнен жазықсыз балалар сізден таяқ жегеніне төзе алмаймын, деді. Өзімді ыңғайсыз сезінемін. Өтініш, осы жолы жіберіңізші, келесіде сіздің үйге қонамын, деді. Жарайды, қалайда көндірудің амалын табасын ғой, бірақ ескертем, көшеге шығып, ырбыңдап жүргендеріңді естімейтін болайын. Жоға, оныңыз не? Оны қайдан шығардыңыз? Маған сенбейсіз бе? Мен бірер жасқа болса да үлкен әпкесі емеспін бе? Жарайды, жаным, қазір жіберемін. Индира қызы үйден шығып кеткенше ақылын айтып ұрсудан жалыққан жоқ. Қызым, туыс болған соң анасынан ұялғаннан ғана жіберіп отырмын. Мен сенің онымен жақын құрбы болғаныңды қаламаймын. Анашым, маған сенбейсіз бе? Саған сенгін, мен оған сенбеймін. Қазанға жақын жүрсең қарасы жұғар деген сөз бар. Оның жанында жүріп, жаман атқа ие болып, болашағыңа кері әсері болады ма деп қорқамын. Анашым, ол соншалықты жаман қыз емес қой. Жұрт айтса, бекер айтпайды. Тұра тұр, сені жалғыз жібермейін. Анашым, мен жас бала емеспін ғой. Жасым болса 16-да. Сәл күнде мектеп бітіріп, басқа қалаға оқуға кетсем қайтесіз? Өзім жетіп аламын. Жоқ, ол мүлдем басқа мәселе. Әрі сені басқа қалаға кім оқуға жібергелі жатыр? Әкең менің мойнымда жұлып алады. Інің Мақсат сенімен бірге барады. Ол да дайындалып отыр. Анашым, мен дайынмын. Мақсат балам әпкеңе көз салып жүр. Көшеге аттап шықпасын.
«Жарайды Нашым әпке, кеттік пе?» дейді інісі. Сандуғаш анасының бұл қылығына өкпелеп, қабағы бортиып үйден шығып кетті. Өйткені осы бауыры мен сіңлісіне қарап, жуындырып, сабақтарын оқытып шаршаған. Жалқын қыз Маржанның үйіне осы себептен қашқақтап, аздап миын тынықтырғысы келген. Бірақ анасы бір сөмке кітап, дәптерді арқалатып, Мақсатты қоса жіберді.